Ал достар, біз жолға аттанайын деп жатырмыз. Данияр мырза бізге сұхбатқа келісім берді, өзі хабарласты. Келіңдер, енді ашық мәмілеге түсіп, Мақтаарал ауданына жетіп, сұхбат аламыз сіздер үшін. Сондықтан да күтіңіздер достар, алыстамаңыздар. Қазір жолға аттанып жатырмыз. Ал достар, келдік Мақтааралға да. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жалпы жол бойы біз Данияр мырзаға хабарласып келе жатырмыз. Бірақ ол кісінің нөмірі өшірілді. Сол себепті сіздерге де сіздермен бірге қазір тағы бір рет хабарласып көрейік нөміріне. Естіңіздер. Қазір қоңырау қабылдай алмайды. Кейінірек хабар. Жолға шыққалы бері осындай болып тұр. Әзірге қазір шыны керек, кішкене біртүрлі болып тұрмыз. Неге бұлай телефон өшіріп қойғанын. Сонда да ақыры келдік. Ал енді келдік па? Үйіне тіке барып, жаңағы іздейтін боламыз. Енді өзі келісті, өзі сөз берді. Бұл жерде біздің ешқандай айып жоқ деп ойлаймын. Өйткені келіскен сөз атылған оқпен бірдей дейді. Сол себепті қазір үйіне қарай жол тартамыз. Достар, біз алдыңғы сериядағыдай жаңа машинада отырып, түсіріп, енді ол түсінікті. Өйткені біз камераны бірден алсақ, бізге ешкім сұхбат бермейтін еді. Оны мойындау керек, дұрыс па? Одан кейін ешкіммен сөйлесе алмайтындай едік. Бәрі өзінің ойын нақты айта алмайтындай еді. Бұл жолда біз қазір келдік мына Даниярдың үйі. Осы Данияр емшінің үйі. Қазір шақырдық, тұрдық. Әкесі шықты. Ол кісі үйінде жоқ. Әкесі де білмейді қай жақта екен. Келіңдер, нақты келісіп алдық. Сенбі күні біз жолғамыз, сұхбат аласыңдар деп. Ол кісі менің ішім сендерге жылып тұр, сендерге берем сұхбат деп, осылай бізді 1000 километрден шақыртып алып, қазір істеп тұрған тірлігі осындай болып тұр. Енді бұдан кейін қалай ойлау керек? Енді оны өздеріңіз шешесіздер. Сонда да біз қазір қайтпаймыз. Осы жерде бүгін түнейміз, қаламыз. Түнімен хабарласып, басқа да жолдарын іздеп, қалай ол жақта қазір әкесі айтады Шымкентте дейді. Ол Шымкенттегі қасында кім бар? Мүмкін қазір ғаламторға шығатын шығар, интернетке, жаңа Инстаграм болмаса TikTokқа шығатын шығар. Сол жерде бақылап отырамыз екі жақтан. Сондықтан да ары қарай зерттеуіміз жалғасады. Ол кісімен барынша жолығып кетуге тырысатын боламыз. Ақсақтан өткізейін. Камера арқасына өткізейін. Қалай өткеде дейсің? Үмітсіз шайтан дейді ғой. Қазір тағы бір рет звондаймыз. Өздеріңіз естисіздер. Тоқтамаймыз. Звондап сөйлескенше жаңағы міне өшік тұр телефоны. Қазір енді WhatsApp-ына жазып жіберейін. Естеріңде болса, мен WhatsApp-ына жазғам ол кісінің. Ол кісі сол менің жазғанымды скриншот жасап, өзінің парақшасына жариялады. Қазір енді сол WhatsApp-қа қайтадан мен аудиозапис қалдырам. Данияр аға, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Данияр аға, сіз өзіңіз айтқандай, біз келдік. Үйіңіздің алдына келіп, бір күн алдын сізбен хабарластық. Сіздің телефоныңыз өшік болды. Ал енді өзіңіз шақырып алып, білмеймін енді. Өзіңіздің кетіп қалғаныңыз, жоқ болып кеткеніңіз бізге түсініксіз болып тұр. Енді сол жағын енді білмеймін қалай болатынын, бірақ енді бұл видео шықпайды емес шығады. Енді бізге ренжімейсіз деп ойлаймын. Кетті достар. Аудиосын жібердік. Бірақ сонда да дұрыс емес. Енді ары қарай көреміз қас. Бұл жолы біз өте жақсы дайындалып келген болатынбыз. Көкейдегі жүрген барлық сұрағымызды қоямыз деп ойлап келген болатынбыз. Алайда Данияр мырзаның осы әрекеті бізге де сіздерге де түсініксіз болған сияқты. Сонда да біз хабарласып ол кісімен барлық мән-жайды анықтауға тырыстық. Біз сол күні ешқандай хабар ала алмадық ол кісіден. Содан екінші күні басқа сюжетке кетіп бара жатқан жолдан тағы бір рет толық көзімізді жеткізу үшін үйіне кіріп шықтық. Алло, аға. Келмеді ме ол кісі? Келмейді ғой. Жаңа хабарласып жолға шығып баратырмыз, соң кетіп барады бір білейік деп.
Aytdim şu avtomobilga tushib ketdim. Kech baribdi qo'ydi. Bir umidben keldik de o'zi chaqirgan so'ng kelmay qo'ydi. Ağa meyli onda bizning salamimizni yetkazasiz. Хорошо? Biz onda bir og'iz aytasiz qo'y, bo'lmasa Kelsa bo'ladi. Endi buni endi точно kela olmaymiz biz. 1000 kilometr. Ne artga tashlab keldik. Негізі жақын танысып білсеміз ба деген еді. Мейлі аға сізді де біз қинап жібердік қой. Енді жоқ па ешқандай? Жоқ. Болды аға. Біз кетіп онда жолға шықтық онда. Жақсы. Рахмет аға. Ол болмаған соң өзіміз жоспарлаған басқа репортажға кеткен болатынбыз. Сол репортажды түсіріп жатқан кезде бізге Данияр мырзаның өзі хабарласқан болатын. Достар, қазір бізге WhatsApp-қа жазды ол кісі, жауап берді. Былай енді қазір оқып берейін, көрсетпесем де. Ассалаумағалейкум, звондап едім, өшіп тұр ғой дейді. Енді мүмкін жаңа жолда біз қазір Түркістанға келдік. Қандай себепті, белгісіз себептермен мен телефоным өшік деп шыққан, бірақ мен телефоным қосылып тұр. Мен де енді келдім дейді, тісім жұлдырып ісіп кеткен еді дейді. Неге телефон өшік тұр? Звондаңыз маған сіз, неге рұқсатсыз YouTube-қа салдыңыз әр нәрсені деп маған қазір кішкене қоқан лоқымен жазып жатқан сияқты. Қас соны анықтайық, білейік бірге. Бұл бірінші рет емес негізі айтып жатқан бұлай. Алдында да звондаған кезінде неге рұқсатсыз дейді. Алло? Ассалаумағалейкум, Данияр аға, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Данияр аға, сізді түсінбедік енді біз. Түсінбедік сізді деймін. Өзіңіз сенбі күні кел деп шақырып алып, өзіңіз жоқ болғаныңыз. Жоқ, мына түсім түспетті ғой, мына елді мен қазір үшірдім. Осы Мен өзім шығар кезде хабарласам. звондадық қой сізге аға. Телефоныңызды өшіріп тастағансыз ғой. Жоқ, телефоным қосылып тұр ғой. Ой аға, біз сіздің телефоныңызға неше рет звондадық. Мен Өзбекстанға барып келдім ғой. Қазір кешіп түнде келдім Өзбекстанға барып көрсеттім. Қайдасыз енді қас? Қазір ауылдамын қазір. Ертең Шымкентке ма шығайын деп отырмын. Егер Шымкентте кездесем десең Шымкентте. Шымкентте дейсіз ба? Сіз маған қазір WhatsApp-қа жазыпсыз да, YouTube-қа бір нәрсені салдың деп, нені салдың деп айтып жатсыз, түсінбедік сонда. Жоқ, YouTube-қа бар нәрсе жазып жатыр. Мысалы біреу ауырып жатса барып келіп көмектесуді сендер білмейсіңдер да. Мен қазір көтеріліп отырмын да келеді. Оказывается, соттасайын ба? Жоқ, нені салғанымды айтып жатсыз сіз? Біз еш нәрсе салған жоқпыз сол өзіміздің видеодан басқа. Нені айтып жатсыз, соны нақтыласаңыз деген ғой? Жоқ, салғанда біреулер маған қашып кетті, анау мынау дейді, как будто маған ақша беріп қойған сияқты бар ғой. Жоқ, кім айтты оны? Бізден естідіңіз ба? Біздің жақтан? Жоқ, комментария жазған ғой енді. Ол аға енді бізге қатысы жоқ қой, сіз қазір бізді айтып отырсыз ғой, қашып кетті деп. Біз қашқан жоқпыз, сіз шақырдыңыз сенбі күні кел деп. Біз сізге келсек, сіз папаңыз айтады жоқ дейді үйде. Мен ескерткен жоқсыз, өзіңіз де жоқсыз дейді. Біз сізге шыққан кезден звондап бастадық, телефоныңыз өшік тұр. Мен жазып едім ғой, бармады ба? Мен сіз айттым ғой, мен жоқ, еш нәрсе келген жоқ. Біз болмаса сіз жазсаңыз біз шықпайтын едік қой. Шекарадан өтіп кеткеннен соң. Мен сізге айттым ғой, бір аптада ма, құдай қаласа өзім хабарласып. Жоқ, сіз енді сенбі турлап келе бер деген екен, біз сенбіге турлап келгенбіз ғой. Мен 1000 километр жүріп келдік, сіз жоқсыз аға. Біз уже Шымкентке жетіп алдық. Болдасын, Алланың қалауымен болсын, мен итермелеп тұрған шығар. Егерстан аруа болсын, қаламай тұрған шығар. Мен қазір осындамын, қаласан Шымкентте кездесем десең Шымкентте. Сіз қашан шығасыз Шымкентке? Жалпы ішімізде үлкен реніш тұрса да, біз Данияр ағаның өзіне барып сұхбаттасамыз деп шештік. Ол кісінің екінші рет шақырғанда біз күмәндансақ та, қаншалықты өзіміз сенбесек те, бірақ баруды жөн санадық. Солай біз жолға шықтық, достар. Жолда біз өте жағымсыз бір жағдайға түскен болатынбыз.
оны өздеріңіз көріп баға берерсіздер. Түркіні соқып кеттік, білейін. Қазір аламын. Дәке! Аяқ асты осында бәрекетке түстік. Мияқтан машина тоқтап, көмектесіп көмек керек емес. Машинаны алып қайырым саңдар. Мақтаралға жетуімізге кішкене ғана қалды. Енді біздің айтқанымыздан қайтпайтынымызды мынадан білсеңіздер отырсыздар. Машинамыз осындай жарадар болса да, діт дегенімізден қайтпаймыз. Сіздерге контент түсіреміз, сіздерге сол кісіден сұхбат алып, көрсетіп, өзіміздің көкейдегі сұрақтардың бәрін қойып, соған жауап аламыз деген ниетпен бара жатырмыз қайтпай. Достар, Диқан деген ауылға жақындап жатырмыз. Мына кіре берсе, ол кісі бізді күтіп жатыр. Енді қазір тілдесетін боламыз. Жақсы. Келдік үй жағына. Байқатар, асын теңіз оған. Данияр аға, өзіңіз ба? Қалайсыз? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Сізді көретін кім бар екен? Қалайсыз аға? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Шүкір. Түсіңіз бәрі, денсаулығыңыз бәрі жақсы болды ма? Жақсы, Алла. Сізге алдында келіп өзі шақырып, ренжіп кеттік аға. Сол аға, қалай сізбен? Құдай деген адамсыздар да, жауынның астында Алланың нұры болды. Мүмкін аға, мүмкін шын ниетпен келдік енді. Үйге кірамыз ма или бір жерге барып отырасыз? Негізі біз ойлағанбыз аға, сіз ана өзіңіз жаңа адамдарды қабылдайтын жеріңіз бар ғой, тапшан ба, сондай жақта отырсақ, әңгімелессек. Қабылдаған жерім деді, ұят емес па? Одан бір жерге барып, бір қонақ қылып, шәй ішіп. Сол жерге дейсіз ба? Иә, сізге қалай ыңғайлы, бізге бәрібір аға. Сіз өзіңіз қалай дейсіз, солай қылаңыз, иә. Қай жаққа барамыз онда? Кеттіңіз бе? Қандайдыр Алла тағаламнан бір жүреме белгі берді, сіздерді күтіп алып, бір қонақ қылып жіберу. Рахмет. Алладан келген зат. Бұл дүниеде не қалады бізден? Бір-бірімізге жақсылық қалған, бір-бірімізге жақсылық жасаған, бір-бірімізді құрметтеген қалады. Дұрыс аға. Достар, біздің көптен күткен сөйлеу бағдарламасының нақты Данияр ағамен түсіріліп жатқан сюжетіміздің үшінші соңғы нүкте қоятын шығарылымы. Бүгін енді Данияр аға өзі бізді шақырып, сұхбатқа келісіп, жаңағыдай осы бардың ішінде қандай уәжі бар, қандай айтатын сөзі бар, соның бәрін бүгін Данияр аға сіздерге айтатын болады. Сондықтан да экраннан алыстамаңыздар достар. Бүгін бізде Данияр ағаның өзімен сұхбат өтетін болады. Жалпы негізі көп өзіңіздің тікелей эфирлеріңізде нақты өзіңізге келетін жаңағы күшті десек те болады, болмаса бір қалай айтсақ болады, Алладан берген өзімнің бір ерекшелігім дейсіз ба, сол қалай пайда болды, адамдарды қалай емдей бастадыңыз, сол туралы бастап берсеңіз.
Ол қалай түсіндіңіз адамдарды емдей алатыныңызды? Бұл аруақтың жолын ұстау өте қиын. Адамның басына түспеген адам еш уақытта түсінбейді. Адам басына түспеген адам еш уақытта түсінбейді. Адамның басына келіп түскеннен соң барлық заты түсінеді. Бұл қасиет қонған бір Аллахтың құдіретімен, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның шапағатымен, Бекет атамыздың аруағының ризашылығымен қонған қасиет. Ақтау, Маңғыстау, Бекет қонған жер дейді ғой, келі жер. Содан бер бастап Қанша уақыт болды оған шамамен? Шамамен біраз аян арқалы жүрдім. Аян арқалы. Ауырып атқан адамларды мен өзім іздеп барып тауып. Негізгі ем басталған кез? Ем басталған кезде, Нақты қандай емдерге көмектесесіз сонда? Нақты айтқанда, мен өзім өтірікті айтпаймын. Өтірік айтқанын жек көрем. 200 адам жақтырмайын. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, мен бірден білем алдап тұрған дедіңіз. Алдап тұрған адам мен бірден білем. Мен сіз білен кездескен себебім, сіз ақ көңілсіз. Қолыңыз өте ашық. Мен сіз мақтамаймын. Сол үшін сіз мен кездестім. Барын бар деп айтамын десеңіз. Барыны бар, жоғын жоқтаймын. Енді қандай адамдарды емдейсіз өзіңіз? Енді емдегенде мына дуа, сиқыр деген нәрсе көбейіп кетті ғой. Жердің бетіне шығып кетті. Бір-біріне көре алмаушылық, бір-біріне дуа жасау, сондай көбейіп кетті. Осы мына больницадан ем таппағандар, мына әуелі Алла Тағалам мені бір себепші етіп жіберіп қойған шығар. Қасиетіңізді? Қасиет. Аға, енді біздің білуімізше, сіз былтыр бастадыңыз осы жерде адамдарды қабылдап, Июнь айда бастадыңыз. Жалпы адамдар сізді қай жақтан білді? Қалай келе бастады сізге? Адамдар ма? Қалай білді дегенім осы. Сізге ем қонғанын, жаңа өзіңіз айтқандай, емдеп бастағаныңыз көмектесіп жатқаныңыз? Мен бір Алланың құдіретімен адам емдей бастадым. Ауырып атқандарды. Бір күн пойызда кетіп бара жатсам, бір кісінің көзі көрмей отырған екен. Пойызда. Алдына барында, ассалаумағалейкум, қалайсыз, амансыз ба? Алла Тағалам көзіңізге нұр берсін деп, келіңізші, мына қолыммен көзіңізді ұстап қойын деген жерімді, ана атаның көзін бұлай ұстаған кезде Алланың құдіретімен осы пойыздың ішінде ашылып кетті ғой. Көзі көрмейтін адам еді? Көрмей тұрған адам. Адам деген толып кетті ғой пойыздың алдында. Ол қай жаққа баратқаныңызда? Қай жақтан қай жаққа келетқаныңызда? Ақтауға барып атқан едім. Жолда, Жолда. Ақтауға барып атқан кезімде. Содан кейін бір апамыз қатты ауырып атқан екен. Алдына бардым да, апа орныңыздан тұрыңыз дедім. Қазір жазыласыз дедім да, суды алдым да, суға 3 рет деп тұрып, бетіге шашып жібердім. Бетіне үрпеп жібердім. Алланың құдіретімен ана апаның уже бас ауырмай қалды осы жерде. Содан басталды. Сіз содан түсіндіңіз, адамдарға көмек бере алатыныңыз сол кезде түсіндіңіз бе? Сол кезде түсіндіңіз. Сіз Ақтаудан, енді біз әкеңізбен де көп сұхбаттастық та, алдында сөйлестік дегенде. Айта беріңіз. Сіз әкеңіз қай бір жылдары, енді нақты білмеймін, сізді 4-5 жылға хабарсыз кетіп қалды деді. Сол кезеңде айтып беріңіз, қайда болдыңыз? О кезде ма? Айтсам жылап жері. Мен оны примерно түсіндім. Негізі алдында сіз өзіңіздің неңізде де салдыңыз, парақшаңызда да. Мына жерде мен жүргем, өте қиын кезім еді деп айтсыз. Өте қиын кезім еді. Біреудің малын бағып, қорасын тазалап, сөйтіп жүрген бала едім. Оны аға, неге сізді біреу қинап ұстады ма? Неге сіз олай? Жоқ, ешкім ұстаған жоқ. Аян арқалы мен осы кісінің қолында барып, малын бақтым. Түйесіні бақтым. Сізге аян түсті сол кісіге барды сонда?
Бірақ неге қинадыңыз өзіңізді? Сол уақытта менің қолымда жетім қыздар бар еді. Әлі де мына қолымда жетім қыздар бар. Солар үшін ақша табып, соларға продукт алып барып, соларға киім алып барып, солай жасадым. Сонда Осы- мақсатыңыз бағу болды ғой, иә? Бағу болды. Алланың сыйлығы шығар мені осы дәрежеге алып келген. Айтады ғой, анаңды сыйласаң, жетімді сыйласаң, ауырып жатқан адамдарды сыйласаң, Құдайым Алланың сыйлығы бар саған дейді ғой. Қалай айтсам болады? 30 жыл жыладым, одан артық енді жыламаймын деп едім. Мына бүгін сіздер есіме салаларыңыз. Бұл да бір қуаныштың белгісі шығар, Алла нәсіп етсе. Қалай болды? Сол қалай өтті? уақытта көбісі адам орнында көрмес еді. Адамдар менсінбес еді. Қазір адамдар бір-бірінің үстінен күліп, бір-бірін мазақ қыла тұрған заман ғой. Жетім жесірдің ақысыны жей тұрған молдалар көбейіп кетті. Мен шындығын айтам. Алаяқ молдалар көбейіп кетті. Жетім жесірдің ақысын жеп, байып атқан молдалар көбейіп кетті. Егер де осы жетім жесірлерді жылатпай, мына көп балалы аналарымызды жылатпай, осыларға байлар көмектессе бар ғой, біздің Қазақстан Көркейетін еді дейсіз ғой. көркейіп, күшейіп кетеді. Сіз бұл жерде үйінде бастадыңыз дедіңіз, иә? Үйінде. былтыр. Ал одан алдын Ақтау жақта ем қабылдағаныңыз рас па? Иә, қабылдаған. Сол жақта негізі басталған дейді да, сіздің адамдарды қабылдап. Иә, сол Бекет атаның аруағы қонғаннан соң осы Ақтауда көп ауырып атқанларға қарадым, емдедім. Осы Бекет атамды сыйлағандар, аруағын сыйлағандар қазір мені қатты сыйлайды. Бекет ата, нақты Бекет ата сізге көмектескен қалай біліп жатсыз? Бекет атаны мен аян арқалы көргем. Ол ата Сізге еш уақытта- атын айтты ма, жоқ әлде қалай білдіңіз деп? Бекет ата еш уақытта ұлт таңдамаған. Жетімнің дұғасын алған, анасының дұғасын алған, ауырып атқан адамның дұғасын алғанға деген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның шапағаты тиген деп аян берген. Сіз қалай соны түсіндіңіз деймін да, Бекет ата, именно Бекет атадан келген. Соны айтып бере аласыз ба? Бұны өте түсіндіру қиын. Қиын емес. Түсінбей тұрған адамға өте қиын. Айтады, Ақтау, Маңғыстау, Бекет ата қонған жер, өте келі жер. Ал сізде өзіңізге сұрақтар келмеді ме? Неге мені ол кісі таңдады деген сияқты, ол аруақ неге мені таңдады деген сұрақтар келді ме өзіңізге? Ол Бекет ата айттым ғой, енді мен қайталағым келмейді да. Жетімді сыйлаған, ананы сыйлаған, ауырып атқан адамдарды сыйлағанға пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның шапағаты тиген. Сізге танымалдылықты жаңағы көзді ашқан сәттеріңіз, емдеген адамдардың, аяғы жүрмейтін адамдарды жүргізген кездеріңіз Сол уақыттан басталды. Иә, сол TikTok'та ең көп қаралым жинаған видеоларыңыз екен. Енді сол адамдарды қалай емдедіңіз? Қандай сезім болды? Қалай білдіңіз? Қалай аштыңыз? Қалай сізге күш келді, соны туралы айтыңыз. Қалай айтсам болады? Мына қиналып атқан, ауырып атқан адам болса, мен айтам да оған. Алла нәсіп етсе сен жақсы боласың. Егер мысал қазір біреуді рак деп, ауру деп больницадан қайтарады ғой. Осы кісіні өмірге қайтаруға әрекет жасаймын. Сіз рак емессіз, тамақты жақсы жеңіз, бәрі жақсы десем, ана кісі уже оңғала бастайды. Ықылас пайда Иә. дейсіз ғой. Адамда ниет болу керек, ықылас болу керек. Алла Тағалам ем беріп атқанға ем береді. Ем бермегенге мен кінәлі емеспін ғой. Алладан келген қасиет, Алладан келген қасиет. Пікірлерде жазып жатқан адамдардың неше түрлі ойлар жазылып жатыр. Мысалы, соны сізді көбісі ол өтірік, өзінің адамын дайындаған, соған не дейсіз? Енді мен бір затқа таң қалдым да, қазақты алдамай тұрған шығар. Қазақты алдамай тұрған шығар.
Астанадан әуеле алла 5 жыл коляскада отырған бала. Кеше нөмірін бердім ғой сізге. Сөйлестіңіз ба? Жоқ, ол кісі Осы бала хабарласа алмадым. Алланың құдіретімен аяғына тұрып кетті. Мына емделіп жатқан адамларға да мен осынша ақша бересің деп қолдан да бүйтіп ақша алмаймын. Өздері қалтама салып кетеді. 500 теңге, 1000 теңге. Осы тапқанымды мен жетім жесірлерге тараттым. 6 жетім қыз бар, 1 бала бар. Ең кішкентай бала 4-те оқиды. Ең үлкені 9-да Ол оқиды сіздің қазір. өзіңізден туылған балдар ма? Жоқ, әлде Жоқ, менен туылмаған қазақ қыздар, қазақтың балдары. Анасы Сіз жаңа қайтыс болып кеткен. Қазақ деп жатсыз да, сіз өзіңіздің ұлтыңыз қазақ емес пе? Жоқ, мен өзбекпін. Сіздің ұлтыңыз өзбек, иә? Ал Енді мен өзіңіздің шындығын айтып жатырмын мен. ал өзіңіздің балдарыңыз бар ма? Иә, ұлым бар, қызым бар. Өзіңіздің 2 балаңыз бар, иә? Бір ұл, бір Аллаға қыз. шүкір. Жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, жаңа мен берген алам дедіңіз. Кім қанша тастайды? 500 болсын, 100 теңге болсын, соны алам дедіңіз, иә? Ал аға, біз мынандай ақпарат бар да, сізді жаңа көмекшіңіз жаңа бірнеше суммаға лақтырып кеткені бар екен. Өтірік алдап. Сол туралы айтып бересіз ба? Қандай болды ол? Қандай кісі? Енді көмекшілерімді мен ештеңе дей алмаймын. Олар қалай айтсам болады, бір Құдай маған жүремін сезгі беріп тұрады. Егер көмекшілерім халықтан ақша алып осындай жасаған болса, Алланың алдында өзі жауап береді. Мен өзіме жауап беремін. Бірақ ондай ситуация болды ма сізде? Ондай зат. Мен ақшаға қызыққан жоқпын. Мен ана ауырып жатқан адамдарды еміні табып, емделіп кетсін деп түні күн ұйықтамай, мына нан жемей, тамақ ішпей осыларға әрекет жасадым мен. Әр адам өзіне жауап береді. Әр адам өзіне жауап береді. Бірақ болды я ондай жағдай сізде кездесті. Өйткені оны сіздің ағаңыз айтты да. Сондай бір адам Даниярды солай кішкене алдап соқты. Жаңа ниеті жаман адам деп айтты ол кісіні. Енді үйіме бір кісі ақша сұрап келді. Ол кісіні аты Мұрат деген, Чимкентте тұрады. Үйіме бастырып келіп, солай жасады. Содан әуелі Алла осы Бекет атамның қонған жері Ақтаудан, Маңғыстаудан аталарым звондап, ол кісіні орныға әкеп қойды. Бірақ сіз кешірдіңіз ба ол кісіні? Алла кешіргенде мен кім болыппын? Батыста бастадым деңіз. Осы күнге дейін қанша адам қарадыңыз? Біраз адам қарадым. Шамамен несі бар ма саны? Біраз адам. 1000-ға жетеді ме? Сол 1000 ба қандай деп айта аласыз ба? 1000-дан асық. 1000-дан асық дейсіз. Ал оның ішінде көмектескеніңіз қанша, көмектеспегеніңіз қанша? Басым ба көмектескеніңіз? Көбірек ба? Әуелі Алла Ақтауда да бар. Аллаға шүкір. Осы кісілерді ем алып кетті. Россиядан бір жігіттің көз көрмей келіп еді. Құдайдың құдіретімен үш жерде көз ашылып кетті. Мен оның ақшасы қараған жоқпын. Осылай бетімді жауып жыладым мен. Жылаған себебім ананың жазылғаныға мен қуандым. Жазылып кеткенеге. Бұл дүниеде не ол? Мына ақша, дүние барлығы қалады. Ерте өлгеннен соң 1 метр жерге барып жатамыз. Алдында біз сіздің өзіңіздің ауылыңыздың имамымен тілдестік. Өз ойын айтты, жеке ойын. Және де сізге бірнеше қателіктеріңізді де айтыпты, жеке бізге айтты. Және сіз жаңа маған аруақтың күші қонды деп жатсыз. Ол дұрыс емес. Енді ол кісі де мен соған не дейсіз? О, дамладан ренжіген себебім, мен айттым ғой, тік сөйлеймін мен. Дамладан ренжіген себебім, енді қазір бергенімді айтсам бір міндетті болып қалады. Жетім жесірлерге таратыңыз деп мен ақша берердім. Киімдер берердім. Өзі менің алдыма огородтың басынан адам әкелерді. Неге соларды дұрысын айтпады, егер мешітте шынығымен отырған имамдар болса? Мен жамандамаймын. Ол кісі маған бір жағынан ұстаз болады, бір жағынан тәрбие берген кісі болады. Просто бағана айтқан сөзге мен қатты ренжідім. Содан кейін сіздермен сәл келісімшілік болып қалды. Ал аға, сол жаңа аруақтың біздің дінімізде сіз мұсылман дінін ұстанасыз ба? Иә, алхамдулилла. Ал ол кісі айтты, мұсылман дінінде деді, аруақ қону деген
ол күпірлікке жатады деді. Сол жайлы айтыңызшы аға, ойыңыз қандай? Аруақ шынымен де күш бере алады ма? Өлген адамның аруағы ешқашан ол кісі айтты. Алла күш береді. Күш береді деді. Алла тағала ең сүйген пендесіне күш береді. Алла тағала. Ал сіз айттыңыз, аруақ күш береді дедіңіз. Бекет атаның аруағы күш келе жатыр. Әрбір сөзімді мен Аллахтың қалауымен, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның шапағатымен, Бекет атаның аруағының ризашылығымен деп айтамын. Өлі риза болмай, тірі еш уақытта байымайды. Өлі риза болса, тірі байиды. Осы айтқаныңыз жай тіркес па сонда? Жетім жесірлердің дұғасы тиген екен маған, осы Алланың сыйлығы шығар деп ойладым. Алланың сыйлығы маған. Танымалдық қалай келе бастады өзіңізге? Промойларға шығып, ауырып жатқан адамдарды осы промой эфирде емдей бастадым. Промой эфирде? Күлдірткізіп, кейін промой эфирде бір кісі жүре алмай жатқан еді. Бір Алланың құдіретімен қанша мың адамның ішінен осы кісіні мен қабылдадым. Апа дедім, ниеттеніңіз дедім, Аллаға дұға тілеңізді, пайғамбарымызға салауат айтып, бисмилля деп аяғыңыздан тұрыңыз деп едім. Алланың құдіретімен тұрып кетті ол кісі. Тікелей эфирде? Тікелей эфирде. Содан кейін халық көбейіп кетті. Алла тағала мен берем десе ештеңе емес. Енді өтірік емес, бұл Даниярдың өзінің ішінде жын болуы мүмкін дейді. Соны қалай айтасыз өзіңіз? Қандай пікір айтасыз? Егер де адамда жын бола тұрған болса, ла илаха иллаллах Мұхаммад расулалла деп еш уақытта айтпайды. Айтамайды. Екіншіден, сізмен келіп мына жерде тамақ отырып жемейді. Үшіншіден, мына жерде тұрып сұхбат бермейді. Ол имамдардың, молдалардың бір сөзі, фақат ішінде жын бар деген сөзді біледі. Болды олар. Болды. Басқа, ол тек, мен түсінген бойынша тек сіздің артыңыздан өсек тарату ба? Енді қалай айтсам болады? Молда менен емші қарсы бір-біріне. Емшілерге адам келіп жатқан кезде, молдаға адам бармай қойды ғой. Содан кейін қарсы. Бір зат айтып өтейін, Алматыда Данияр деген имам тани тұрған шығарсыз. Білеміз. Осы менің артымдан тиктокқа өсектеп шығарғанда, осы Данияр деген имамға, Алматыдағыға ұят. Осындай мешітте отырып, осындай ақ киім киіп алып, біреудің артынан ғайбат өсек айту ұятта. О кісіні көрдім мен. Ақшаны да алады, барлығын жасайды. Мен өзім куә болдым. Байлар Құдай тамақ қылса, барсаңыз 15 минут алдын ерте барып алады. Байдың үйіне. Имам болсын, молда болсын. Неге қарапайым Құдай тамақ беріп жатқан кезде, өлік шығарып жатқан кезде, неге кешігіп келеді? Сонда бай $100 көрсетеді. Бешара қарапайым біз сияқтыларда ақша жоқ та. Содан кейін кеш келеді. Мен өзім куәсі болдым. Қаншама молдалардың ақшаға таласып, бір-біріне төбелесіп, бір-бірін ұрып соққан күнін көрдім. Орынға таласқан күндерін де көрдім. Мына мешітте отырып жатқандардың көбісі бар ғой, ақша дүние үшін отыр. Мана мешітте отырып жатқандардың көбісі ақша дүние үшін. Қатты айтып жүрген жоқпын дейсіз ба? Жоқ, мен шындығын айтамын. Қатты айтамын ба? Айтады, шындық ашық дейді ғой. Иә. Алаға жаңағы жын шығару мәселесі бойынша енді соңғы кездері осы тақырып өте қатты көтерілуде біздің елде. Енді біз еміс сізді естідік. Сізде сол жын шығарумен айналысады дейді. Қосымша еміңізбен бөлек. Сол туралы айтып беріңізші аға. Иә, біраз адамнан шығардым. Бұл жын шығаруды оңай емес. Оңай емес, өте қиын. Өте қиын. Ол сіз жын кірген адамды бірден сезесіз ба? Ол қалай басталады өзісіз? Жын бар адам кәлима қайтармайды. Кейін алдыңызға келмейді. Сізмен бүйтіп сұхбаттасып отырмайды. Қашып жүреді. Қашып жүреді. Қалай сіз шығарасыз оларды? Бір Алладан келген қасиет, Алла Тағалам кімге ем берем десе, Алла Тағалам осыған ем береді.
жоқ бір белгілі бір не әдістері бар ма, жоқ әлде Құраннан алып сүре оқисыз ба, қалай дегенім ғой сол. Енді Алланың құдіреті деп жатырмын ғой. Алла тағалам ем берем десе ештеңе емес. Қазір Алла тағалам қазір көр қылам десе қазір көр қылып қояды. Қазір жатқызып қоям десе қазір жатқызып қояды. Қазір алып кетем десе қазір алып кетеді. Мына жер сілкініс, мына аурулардың барлығы ненің кесірінен? Осы адамдардың кесірінен. Бір-біріне мейірімсіз. Байлар кедейлерді менсінбей кетті. Жетім жесірдің ақысын жей тұрған жемқорлар көбейіп кетті. Алланың жазасы бұл. Аллаға сіз өзіңіздің уақытыңыз бар, иә? Қабылдайтын. Белгілі бір уақытта бастайсыз, белгілі бір уақытта аяқтайсыз. Сол туралы айтып беріңізші, не себепті олай істейсіз? Бұл Алладан келген қасиет. Ертең мартта бастаймын ауырып жатқан адамдарға, мына дуа. Сіз өзіңіз қоясыз ба, жоқ әлде күшіңіз азаяды ма? Алладан келген. Өзім қоймаймын. Бірден мысалы бүгін емдеп тұрсаңыз, ертең тоқтатуыңыз мүмкін, иә? Бірден. Солай ма? Алладан келген. Жоқ, кішкене түсіндіріп жіберсеңіз дегенім ғой, әдісін. Бұл Алланың жолында жүрген, аруақтың жолын ұстанған адам түсіндіру өте қиын. Түсінбей тұрған адам түсінбейді. Басына түспеген адам еш уақытта түсінбейді. Біреулер комментте жазу мүмкін, ой, анандай, мынандай деп. Алла тағалам ешкімнің басына салмасын. Егер осындай ауыра тұрған болса бар ғой, палшы жүгіреді. Шын сөзім. Аға, енді біздің Қазақстан білесіз. Қазір 20 миллионға жеттік, е? Ол 20 миллионның бүткіл Қазақстанда емшілер көп. Дұрыс қой, білесіз ғой, е? Сол емшілерден сіздің ерекшелігіңіз қандай, соны айтып беріңізші. Басқа емшілерден ерекшелігіңіз. Мен ерекшемін деп айта алмаймын. Бірақ енді өзіңізді ерекшелейтін дүниеңіз болады ғой енді. Алладан келген қасиет бол. Айттым ғой бағана, мен өтірік айтқан адам жақтырмаймын. 200-ден жақтырмаймын. Егер сіздер маған ұнамағандарыңызда, қазір мен келіп неде дастарханда отырмас едім. Жалпы сонда олардың көбі дерлік алдауы мүмкін дейсіз ғой басқа емшілер, е? Солай? Қазір көбісі ақшаға құмар. Шынын айтқанда. Кешенде бір апамыз келді, бір емшіге алып бардым деді. Салоннан бір машина алып келесің деп айтты. Осы апамыз айтты маған, Данияр мырза, сіз не сұрайсыз деп еді? Апа дедім, аэропорттан самолетті көтеріп әкеңіз дедім. Апа көлі жіберді ғой, ананың көліні көтеру керек. Ауырып жатқан адамның көліні көтеру керек. Әуелі Алла 3 күннің ішінде ойнап, күліп, рахметін айтып, шығарып салдыңыз. Шығарып салды. Ерболсын деген жігітті естідіңіз ба Аралда? Үкілі бала деп. Кішкентай бала емдейтін еді. Жұрт талай келетін еді ол кісіге. Білесіз бе сол? Енді мен Ерболсын сияқты емеспін. Жоқ, қараңыз. Енді менің сұрағым, әлеуметтік желіде сол жігітпен сізді салыстырады. Соған не дейсіз? Бірақ білесіз ол кісіні, ол жігітті? Оны естігем, оған да бір Алла тағалам қасиет берген шығар. Неге осыншама адамға көмегі тиген шығар Алланың алдында. Ол кісіні мен сізбен салыстырып тұрған себебін білесіз бе, неге олай айтып тұрмын? Өйткені ол жігіттің де ішінде үлкен жын бар деп шықты. Сіздің артыңыздан да сол сыбыс кетті. Енді қараңыз да, енді мен айттым ғой. Неге сол барлығы десем барлығына тиіп кетпесін? Неге мешітте отырған молдалар жетімнің ақысын жеп жатырмын мен? Көп балалы аналардың ақысын жеп жатырмын. Ертең Алланың алдында қалай жауап беремін деп. Неге ойламайды соны? Біз сияқтылардың артынан ғайбат айтудан басқа ештеңеміз білмейді. Олардың емшіге қандай қатысы бар? Имамдардың. Сіз өзіңіз имамдарды өңше кішкене жақтырмайды екенсіз аға. Соны түсіндім мен. Жақтырмаған себебім, мен көп имамдарды көрдім. Алматыда көрдім, Астанада көрдім, көп жерде молдалар көрдім. Ақшаға талас, бір-біріне ұрып соғып, орынға таласып жатқан кезде сол уақытта мен көзім ашылды. Мен олардың қандай екенін көріп. Жалпы ол жағын түсіндім деймін да. Аға, отбасыңыз туралы айтып бересіз бе? Отбасым туралы енді қоя салайық. Бірақ бойдақ екеніңізді білеміз. Бойдақпын. Қиналған кезімді, сол баламды, қызымды, барлығымызды
түсінесіз ғой қиналған адамды. Әйеліңіз тастап кеткені рас па? Енді ол жағы. Жоқ, енді ол отбасыңыз жайлы ғой, енді жұрт білмейді, дұрыс па? Иә, тастап кеткен. Қиналған кезімізде тастап кетті. Сонда қиындыққа төтеп бере алмады ма әйеліңіз? Енді мен семьям қоя салайын. Жалпы деймін да, негізі просто өзіме қызық болғаннан кейін сұрап жатқаным ғой. Болмаса, айтқыңыз келмесе, ол сіздің... Ол өзіміздің ортамызда мәселе да ол. Алла нәсіп етсе, Құдай қаласа үйленіп қалармыз, Құдай жол беріп қалар. Жоқ, енді балаларыңыз бар ғой кісіден. Сол балаларыңызға да жаны ашымады ма? Бала мен қызды тастап кеткен әйел. Мен өзім ойлам, еш уақытта дұрыс ана бола алмайды дейсіз. Дұрыс ана бола алмайды. Аллаға шүкір, әкем мен шешем киіндіріп, ақтарап, оқытып, қаратып, тәрбие беріп жатыр. Бірінші біз келген кезде неге бізден қаштым деп айттыңыз? Неге сұхбатқа келіскіңіз келмеді? Соны туралы айтып берсеңіз. Алла тағалам жол бермеген шығар. Мен жақсылап сіздермен сынадым. Қай мақсатмен келіп жатыр олар деп. Бұл не мақсатпен келіп жатыр деп. Содан кейін сынақтан өткеннен соң мына сіздерді мен өзім шақырдым. Бірақ кешегі кішкене түсініксіз болып қалды дейсіз ғой, кешегі жағдай. Шақырған кезде. Ал бірақ кеше сіз өз жеке парақшаңызды өзіңіз жүргізесіз ба, или әлде көмекшілеріңіз бар ма жүргізетін? Тағы. Біз бір нәрсені анықтап алайықшы деген ғой. Өзім жүргіземін. Өзіңіз жүргізесіз. Ал неге онда сіз кеше ғана өз парақшаңызды жариялапсыз, журналистер менен қашып кетті деп? Сол жағдайды біз түсінбедік. Өзіңіз айтып беріңізші соны. Ол журналист қашып кеткен, ол бір кісі қашып кетті. Басқа? Иә, ол кісі мені, короче, жаман жағынан әрекет жасап етті. Сол Ақтауда, Маңғыстауда бекет атам қонған жер, осы жақтан ағаларымыз, аталарымыз хабарласып, ол кісіні жолына дұрыс деп қойды. Данияр мырзаға ешкім тиіспесін деп. Бекет атаның аруағын қалай сыйласа, ол кісілер мені осылай сыйлайды. Бекет ата деп көп айтасыз да, сонда ол кісі аруағы... Сіз қараңызды, енді айтсам... Біздің түсінетіндей сөзбен, қара сөзбен айтып берсеңіз. Айтып жатырмын ғой. Қалай күш беру мүмкін? Өлік риза болмай тірі баймайды дейді. Аруақ риза болса, сіздің жолыңыз болады, барлық затыңыз болады. Сізге ол кісі түсіңізге кіріп аян береді ма? Өзі келіп аян береді ма? Сондай біз қалай түсінсек болады соны? Оны түсіндіру қиын ол. Жоқ, енді мен айтқандай солай ма? Сізге өзі келіп аян береді ма? Түсіндіру қиын, түсінбей тұрған адамға. Жоқ, нақты бір тапсырма береді ма дегенім ғой сізге? Айтып жатырмын ғой, Бекет ата жетімдерді жақсы көрген, ананы сыйлағанды жақсы көрген, ауырып жатқан адамларға көмектесуді жақсы көрген. Анашымды, әкешімді қажылыққа жіберіп, бір машина сыйлайын, одан кейін менің арманым жоқ. Одан кейін тапқан табысымды жетім жесірлерге беремін деп, Алланың алдында уәде бердім. Уәдемді орындап жатырмын, Аллаға шүкір. Қанша қалып бердіңіз аға? Ол жағын қойасыз. 10 миллионнан жоғары ғой, сол айтыңыз. 16 миллион. 16 миллион, иә. Адал еңбегім. Адал еңбегім. Аз уақыт жинамағасыз ғой. Аз уақыт жинамағасыз ғой. Айтып отырмын мен, біраз жиналғам. Мына біздің ауылда балдал жігіттерді, адамдарда көп болып, жаңа машина мініп келсе де мен қарапайым сияқты бетеп басын иіп жүрердім. Менің ақшам бар деп тәкаппар емес едім да, көкірек емес едім. 100 теңге тапсам, 50 теңгесini жетімдерге берердім, 50 теңгесini өзім жинардым. Біз сіздің ауылдастарыңызбен тілдестік, сөйлестік, сұхбаттастық. Бірақ енді оны көрсетпедім. Бірақ бізге енді танымаймын, сіздің ауылдасыңыз айтты. Данияр деді, кезінде ішкілікке салынған жігіт еді деді. Сол туралы айтып беріңізші. Жоқ, сол кісі кім екенін айтасыз ба? Біз танымаймыз. Танымасаңыз жолда сіздің ауылдастарыңыздың ішінен. Мен кезінде жас кезімнен аяғым астына жайнамаз тастап жүрердім. Сол
мектеп бітіргеннен соң жетім жесірлерге көмектесуді бастаған. Ол өте Деген- қоғанда. Айтып бұлай аны оқып жүрмеген. Осы айтқан адамды менің алдыма әкеңізші. Айтып жатырмын ғой, қазір заман көре алмаушылық заман. Әрекет жасау. Сіздің жаңағы ауылдастарыңыздан гөрі Қазақстан сырт жақтан емге келеді екен. Ауылдастарыңыз неге сенбейді сізге? Ауылдастағылардың көбісі кіре алмайды. Не себепті? Халық көп қой. Қазақ ағайындары жол бермейді. Неге уақытыда ауылдастағылар келмей енді келіп жатыр деген. Сыбыс бар. Иә. Ал әкеңіз айтты да, мен осы сұрақты папаңызға да қойдым. Ол кісі айтты, олар көре алмайды деді. Біздің ауылдағылардың көбісі көре алмайды. Шын айтам. Көбісі көре алмайды. Жыны бар адамдарды сіз Құран аяттарымен шығарасыз ба? Сізде Енді- қандай не? Аллахтың құдіретімен. Сіздерде де бар ғой ол? Иә, Аллахтың құдіретімен. Құранды пайдаланасыз, иә? Барлығы. Құранды пайдаланасыз. Аллаға шүкір, барлығы. Ал оның ішінде айтады, оның ішінде әртүрлісі болады дейді. Әйелі жыны- болады, еркегі әйелі болады. Ең мықтысы, әлсізі болады дейді. Сізге қандайлар кездесті? Маған ең күштілері кездесті. Ең күштілер. Иә. Өйткені одан алдын сіз басқа жерге барып келген адамдар Барып келген. Көп жерге барып келген екен. Алла тағалам сол менден ем берген, содан кейін маған осылардың дұғасы дейді. Сіз қолыңызға Құранды алып тұрып, кәдімгі аяттарын оқып тұрып шығарасыз ғой, иә? Түсінгенім бойынша. Менің дәрежемде түсінгенім бойынша Солай десе де болады. солай десе де болады, иә? Сиқыр шығару, болмаса дуаны шығару адамнан қанша уақыт алады? Мысалы, 5 минутта шығара аласыз ба, мысалы, деймін да? Кеше бір кішкентай баланы көрген шығарсыз Иә. видеода. Иә, көрдім. Осы баланы өлуіні қалаған. Анасыға дуа жасалған, баласыға шашырайды. Анасының мазасы болмай қалады, бала осы сиқырды көтере алмай, бала кетіп қалуы да мүмкін. Сол қанша уақыт алады? Дуа шығару, сиқырды шығару қанша уақыт алады? Дуа сиқыр шығаруды Алланың құдіретімен 1 күн, 2 күн, 3 күн. 1 күн, 2 күн, 3 күн дейсіз. Бірден бір мезетте шығару мүмкін емес дейсіз ғой, иә? Ондай болмай. Енді Или ол сиқырдың күшіне байланысты ма? бағана сиқырдың күшіне де байланысты ол. Аға, Бекет ата басқа адамға да күш бере алады ма? Сізден басқа мысалы. Ол алады ма сондай? Бекет ата енді Болу мүмкін ба соны білейін деген ғой? ол туралы Мысалы, ештеңе сіз айта алмаймын. Данияр аға, сіз мына жерде, сіз дихандасыз. Мысалы, басқа жерден Бекет ата басқа бір өңірден күш беріп бір кісіге де солай шығу мүмкін ба? Айтып отырмын ғой, Бекет ата ол өте мықты кісі болған, киелі кісі болған. Ұшып жүре тұрған қасиетті кісі болған кісі. Ол кісі ұлт таңдай тұрған кісі емес ол кісі. Сіздің сөзіңізше болады. Иә, түсінгенім. Енді ол туралы ештеңе айта алмаймын. Болу мүмкін, иә? Ештеңе айта алмаймын. Болмаса тек қана бір адам Бір Алладан келіп қонған затқа ештеңе дей алмайды. Айтады ғой, ауырған адам түсінеді оны. Ауырмаған адам еш уақытта түсінбейді. Жаңа мен неге сұрақты алып келе жатырмын? Басқа өңірде шығып атқан емшілер мүмкін, оларда да Бекет ата болу мүмкін ба дегенім ғой? Жоқ, иә? Ал мысалы бізде болған, тарихымызда болған тек қана Бекет ата емес қой, дұрыс па? Әулиелерден көп әулие болған ғой. Көп болған. Иә, сонда оларда да жаңағы емшілерде де солай айтып. Енді оларға мен жауап бере алмаймын. Мен өзіме жауап беремін. Жеке сіз емші ретінде деген ғой ойыңыз. Мен олардың көбісіне жауап бере алмаймын. Бірақ мен өзімнің алдайтындар да бар ғой, айтыңызшы. Алдай тұрғандар да бар. Бар, иә. Бірақ шын емдей тұрғандар да бар. Ақшасын алып тұрып, өтірік жасай тұрғандар да бар. Су не үшін қажет? Не себепті сізге баклажкамен су алып келу керек? Су ол аян бойынша түскен су. Су адамды емдейді. Сумен адамның денесін жуады. Сусыз емдемейсіз, иә? Алып келмесіз? Жоқ, сусыз емдемеймін. Замана зияратқа барып, қошқар аталарға барып суға түседі ғой. Су адамды емдейді.
сөз адамды емдейді. Иә, барлық сұрақтарымды қойдым, барлық сұрақтарыма жауап алдым. Сізге үлкен рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Енді бұны тек қана мен ғана емес, біздің көрерменнің бәрі күтіп отыр сізбен сұхбатты. Өйткені біздің 2 серия шықты, 2 серияда да сізді көре алмады. Сондықтан да осы 3-ші финальный шығарылымымызға сіздің келісіп осылай сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Сізге тек сәттілік тілейміз аға. Неден қашам? Мен ештеңеден қашпаймын. Алладан қорқамын мен. Адамдан қашқанмен Алладан қашып еш уақытта құтылмайды. Рахмет. Данияр ағам өзін кетіп Бигуна сен тренировкаңда бір мешіт айтып қалды. Достар, мына Иіржар округіне қарасты Дихан деген Данияр мырзаның ауылынан қайтып жатырмыз. Сұхбатты бітірдік. Өзіміздің діттеген мақсатымызға жетіп, сұхбатты алдық. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде астына пікірлеріңіз қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін барын салып тырыстық. Осымен шығарылымымызды аяқтаймыз, достар. Біздің келесі шығарылымымыз түркістандық ерекше бір жігіт туралы болады. Аман болыңыздар.